Роберт Джеймс Фишер, Самуэль Решевский, Америка құрама штаттарының чемпионаты 1958-59 жылдар Нью-Йорк. Осы партиядағы идеяны Роберт Джеймс Фишер шахматы в СССР журналынан көрген. Өткені шахматты үйрену үшін ол орыс тілін игерген. Мысалы, біз деген ағылшын тілін игеруіміз керек. Мысалы, Роберт Джеймс Фишер орыс тілін игеретін болса, біз деген ағылшын тілін үйренуге тырысуымыз керек. Өткені ағылшын тіліндегі ақпарат өте көп, өте пайдалы. Енді идеяны көрейік. E4, C5, Сицилиан қорғанысы, АТФ3, АЦ6, D4, CD, АТD4, G6, бұл енді Айдархар варианты деп аталады. Піл E3, піл G7, АЦ3, АТФ6 және піл C4. Жалпы пілдің C4-те тұрғанын кім? Роберт Джеймс Фишер ерекше ұнатады. Рокировка піл B3, енді Созин вариантында және осы Айдархар вариантында ол пілді C4-тен B3-ке алып келеді. Ат А5. Мен үнем айтатын нәрсе өрт сөндіргіш және өрт сөндіргіш. Екеуі де өрт сөндіргіш және қорғаушы деген. Мынау негізгі орталықтағы торды бақылауға алады, мынау да негізгі орталықтағы торды бақылауға алады. Енді мына ат кетті, бірден сарбазды негізгі орталыққа қойдық. Ат Е8 және осы жерде піл F7 деген жүріс. Осы идеяны тағы бір ескертем, Роберт Джеймс Фишер шахматы в СССР деген неден көріп алған. Ұмытпасам, Геллер Ватников арасындағы партия болу керек, ұмытпасам деп айтқаным ғой, қателесуі мүмкін. Егер де мысалы патша F7 болатын болса, атты E6-ға қоясыздар, алатын болса, онда уәзір D8 болады. Ал егер де сіз мысалы патшамен алатын болсаңыз, онда шах, G4 шах және уәзір G4 мат. Міне осындай варианттар. Егер де мысалы бұл жерде тура F7 болатын болса, мысалы піл F7, тура F7 болатын болса, онда ат E6, 8 аяқ ат, мына жерге шабуыл жасайды. Егер де алатын болсаңыздар, мына жерде алатын болсаңыздар, онда бәрібір уәзір D8 ойын осымен аяқталады. Шын мәнінде партия ары қарай жалғасты, бірақ осы жерде қысқартылған нұсқасын көрсетеді. Ең басты бұл жерде көріңіздер ме? D6 деген жүріс жасалынған жоқ. Мына негізгі орталықтағы торды бақылауға алу болған жоқ. Екінші мына өрт сөндіргіш мына шетке кетіп қалды. Міне кетіп қалды, бірден сарбаз негізгі орталыққа келді және піл F7. Патша F7 былай және уәзір D8. Міне осы идеяны тағы бір ескертем. Роберт Джеймс Фишер шахматы в СССР деген неден журналдан көріп алған.